Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 2012 жыл 21 май күнгі 139 салы Өзбекстан Республикасы білімлендіру мекемелерінде мобиль телефонлардан пайдалануды тәртіпке салу іс-әжілері хақындағы қарарының 6 бәндіне көре, оқу орнына кіріп келуді әрбір білім алушы һәмде басқа да адамлар мобиль телефонларын дауыссыз режимге қоюы шарт. Осы қарардың 7 бәндіне көре, оқу орнында өткерілетін оқу сабақтарда һәмде іләжларда білім алушылар телефонды өшіріп, портфель, сумкасы һәм соған теңдестірілген заттарға салып қоюы шарт. Осы қарардың 8 бәндіне көре, білім алушылар сабақ уақытында телефон арқылы сөйлесу, SMS һәм соған ұқсас хабарларды жіберу, телефонды стол үстіне қою, музыка, наушниктерден тыңлау, телефонларды қуаттандыру үшін оқу орны мекемелері электр тармағына қосу қадаған етті. Осы қарардың 9 бәндіне көре, оқу орнында білім алушылар сабақ һәм шұғылдар аралығында, яғни тәнепсіз уақытында, зару жағдайларда ата-анасы олардың орын басушыларменен байланысу мақсатында телефонларын пайдалануға рұқсат етіледі. Осы қарардың 13 бәндіне көре, осы низам талаптарын бұзған білім алушыларға қарата төмендегі шаралар қолданылады. Ескерту: ата-аналары яки олардың орнын басушы адамдарды хабардар ету мақсатында оқу орнына шақырылады. Низам талапларын бұзған студенттерге қарата оқу орнының ішкі тәртіп қағидаларына муафиқ сөгіс интизами шарасы қолданылады.